Барлығын көрдім енді, тілімді қышытпаңдар деп салып қойған екен. Мен білмеймін, тілді қышытатындай дүние болған жоқ деп санаймын негізінде. Және де мен мамаға барамын, Есік қаласына кетеміз, мүмкін түспейтін шығармын деген сөзім болды. Мойындаймын ол нәрсені. Бірақ мамаға бағыттап кетіп баратқан кезде жаңағы жігіттер хабарласып, біз сізді күтіп отырып келе жатсыз ба дегеннен кейін мен адами тұрғыда отказ бере алмадым, өйткені уәделесіп қойған болатынбыз да. Оның үстіне достар, біліп тұрсыздар ғой, көріп тұрсыздар ғой, қандай мақсатта түсірілген видео екенін да. Мен ешқайда кеткем жоқ, мен ешкімге қорғалған жоқпын. Олай артық әңгіме айтып, басқа жаққа қалай бұрмалаудың да қажеті жоқ деп ойлаймын. Өзі салып жатыр екен, енді шығып жатыр екен, енді білмеймін қай уақытқа дейін шығады, қай уақытқа дейін салады. Көрерміз енді дальше больше. Ал достар, ойлайтын бір дүние болған жоқ. Бастысы, мен сұлумын, әдемімін, жаспын. Өмірім Құдай қаласа алдыда. Сол жатпаймыз, енді тіршілік жасау керек деген сөз получается. Вот кетіп баратырмын қазір бір жерге. Сіздерге де айтып жатыр ғой, енді Ақерке бәрін негізі білген, оған сылтау керек болды, повод келу керек болды деп. Негізі обсуждениені жақсы көрмеймін, бірақ енді темірді ыстық кезінде соқ деген ғой. Енді мені кішкене сондай неудачный положениеге тастап кеткен адамдарды мен неге аяуым керек деген сияқты әңгіме ғой. Я тоже буду до конца айта берем, маған бәрібір. Егер маған өзі точнее негізі ол айтқандай мен отрицать етпеймін шындықты. Мен екеуінің рекламаға түсу керек екендігін білдім. И ол нәрсе жаңағы сөйлесіліп тұрған кезде де бәрінде қасында болдым. Бірақ енді басқа адамдардың көзінше бір болады ғой, бір байына жабысқан қатындар сияқты олай болғым келмеді. И мен андай қылып, оған да көрсеткім келмеді. Жалпы мен бүйтіп бір самооценкасы төмен, қызғаншақ қыздар сияқты ондай болып қалғым келмейді негізі. И сондықтан мен ондай қылып көрінгім де келген жоқ. И мен оған просто өзі түсінетін шығар деп ойладым. Егер де оның орнында мен болғанда, и маған сондай предложение болып тұрғанда, мен оны оған айтпастан істесем, ода вообще бұдан да бурный реакция болар еді, бұдан да бурный барлық нәрсе вообще хуже болады еді. И жалпы андай нәрсе ғой, просто менің андай қылып нететінім, ойланатыным да, маған айтады да, мен кетіп баратырмын мамама деп. И бармаймын жарайды рекламаға деді. И сосын андай да, маған айтты негізі, мен бармайтын шығармын, скорее всего, деді. И мен білуімше ол мамасына кетіп баратқан болған. Мамасын алып кетуге, Исыққа. И сонымен мен ойладым да енді, қайтқан шығар деп. И каким-то образом мен сол видеоны көрем. И маған адамдар жібереді оны. И одан бөлек мен Инстаграмға кіріп отырған жоқ едім. Историясын вообще ашқан да жоқ едім да. И дайректін просто оқи салсам, сондай нәрселер келіп жатыр. И одан кейін мен реакциям қандай болады деп просто ойлаймын да. И маған да қарсы жазып жатқан адамдарды. Жалпы андай ғой, не только видео. Просто ол жерде енді комментарий жазылды жарайды. Ол нәрсеге қатты мән берген жоқпын. Просто взгляд, даже бүкіл нәрсе бір көрініп тұрады ғой. И содан кейін просто мен өзім үшін алуым керек нәрсені алдым. Қазір мен сендерге бір повод істеп жатқан, бір не істерім білмей жатқан болады ғой, бір оның көзіне көріну үшін айтып жатқан адам сияқты көрінетін шығармын, базар жоқ. Просто енді білмеймін, андай үйленем деген сияқты әңгімелер болып жатқаннан кейін, той сияқты нәрселер болып жатқаннан кейін, бәрібір білмеймін, менің орнымда қандай қыз болса да, тура мен сезінген ощущение де болатын бет деп ойлаймын да. Ну ладно, менің единственный кінәм, мен түспе деп кардинально оған қарсылық білдірмегенім шығар, бірақ мен анандай реально бағанағы стористе айтқандай, мен ондай бір дым көрмеген қыздар сияқты болып көрінгім келген жоқ просто. Бірақ бәрібір менің түрім ол субтитр тұрады менің түрімде барлық нәрсеге. И ол нәрсені түсіну керек еді деп ойлаймын да. И жалпы анандай ғой, просто жаңа мен айтқандай, мен ұстап қалғаным видеодағы взгляды болды. И бір сутка ол просто халыққа айта алмады, что ол жай реклама үшін түсіріліп жатырған нәрсе деп. И бір сутка маған неше түрлі нәрселер жазды. Менің де тума туыстарым бар, барлығы не болып жатыр, ойбай Сержан Ақеркені тастап басқаға кетіп қалыпты деген әңгімелер. Ол әңгімелерді мен көтере алмаймын. Реклама ғой. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, қалайсыздар? Кешегі видео жайлы толығымен сіздерге айта кетейін. Негізінде ондай видеоның болатынын, және де ондай видеоның шығатынын Ақерке толығымен курста болатын. Мен ешкімнен барып тығылып түсірген жоқпын, жасырып техничный кетіп қалған жоқпын. Өзіне бір ауыз сөз айтқан кезде жарайды мені түсіре бер деген еді, бірақ
түсіріп болғаннан кейін төбесіне жай түскендей, төбесіне тас түскендей бүкіл оқырмандарға Сержанның қандай жаман адам екенін салып қойғанын мен де түсінбей қалдым негізінде. Съемкадан кейін барып бір ауыз сөз сөйлесейін десем сыртқа шығуға да ниеті болған жоқ, сөйлесуге даже құлшынған жоқ. Сондықтан мен өзім үшін бір вывод жасадым, просто адам өзіне бір кішкентай ілік, болмаса бір причина іздеп жүрді, осы видеодан тауып алды деп ойлаймын. Сондықтан қазір сен мен қандай нашар адам екенін жаза берудің қажеті жоқ. Ақерке білетін ондай видео шығатынын, және де курста болған.